Балалар, 68-ші беттегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Берілгенін оқимын. Теңдеулерді шеш. Алғашқы теңдеуден бастап жазып алайық. 45 бөлу y тең 72 бөлу 8. Теңдіктің екі жағы бар. Сол жағында әріпті өрнек, оң жағында санды өрнек тұр. Балалар, барлық теңдеуді шешкенде бірінші әріпті өрнекті жазып аламыз да, ең алдымен санды өрнектің мәнін табамыз. Әріпті өрнекті жазып алайық. 45 бөлу y тең 72-ні 8-ге бөлсек неше болады? Дұрыс айтасыңдар, 9 болады. Ал енді 45-ті қандай санға бөлгенде 9 шығатынын білу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз. 45-ті 9-ға бөлсек 5 шығады. Тексеріп көрелік. Бірінші теңдеуге қоямыз. 45-ті 5-ке бөлеміз. Тең 72 бөлу 8. 45-ті 5-ке бөлсек 9, 72-ні 8-ге бөлсек 9 шығады. Демек, балалар, біз теңдеудің түбірін дұрыс таптық. Келесі екінші теңдеу. 162 қосу x тең 509 азайту 68. Әріпті өрнекті жазып аламыз. 162 қосу x тең санды өрнектің мәнін табамыз. Есептеуді мен мұнда көрсетемін, мұқият қарап отырыңдар. 509 азайту 68. 9-дан 8-ді азайтсақ 1. Ондықтағы 0-ден 6-ны азайта алмаймыз. Жүздіктен 1-ін береміз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4 болады. Жүздікте 4 саны қалды. Жауабы 441-ге тең. 162 санына қандай санды қосқанда 441 саны шығатынын білу үшін 441-ден 162-ні азайтамыз. Баған түрінде жазайық. 441 азайту 162. Бір-бірліктен 2-ні азайта алмаймыз. Ондықтан 1-ін алып, 11-ден 2-ні азайтсақ 9. Ондықта 3 саны қалды. 3-тен 6-ны азайта алмаймыз. Жүздіктен 1-ін алып, 13-тен 6-ны азайтсақ 7 болады. 3-тен 1-ді азайтсақ 2 болады. X тең 279-ға. Бірінші теңдеуге қою арқылы тексеріп көреміз. 162 қосу 279 тең 509 азайту 68. 162-ге 279-ды баған түрінде қосамыз. 2-ке 9-ды қоссақ 11. 11 санының бір-бірлігін жазып бірін ойда сақтаймыз. 6-ға 7-ні қоссақ 13. Ойдағы бірді қосамыз 14. 14 санының төрт бірлігін жазып бірін ойда сақтаймыз. 1-ге 2-ні қоссақ 3. Ойдағы 1 мен 4 болады. Қосындының мәні 441-ге тең болды. Теңдіктің оң жағындағы айырманың мәні де 441-ге тең. Демек, балалар, екінші теңдеуіміздегі түбірдің мәнін дұрыс таптық. Себебі теңдіктің екі жағында бірдей сандар шықты. Үшінші теңдеу 1000 азайту а тең 146 көбейту 6. Әріп өрнекті жазып аламыз. Санды өрнектің мәнін табамыз. 146-ны 6-ға көбейтейік. 6-ны 6-ға көбейтейік 36. 6 бірлікті жазып шондықты ойда сақтаймыз. 4-ті 6-ға көбейтсек 24. 24-ке 3-ті қоссақ 27. 27 санның 7 бірлігін жазып 2 ондығын ойда сақтаймыз. 1-ді 6-ға көбейтсек 6, ойдағы 2-ні қосамыз 8 болады. Жауабы 876-ға тең. 1000-нан қандай санды азайтқанда 876 шығатынын білу үшін 1000-нан 876-ны азайтып тастаймыз. 1000 азайту 876. 1000 санында бірлігі, ондығы, жүздігі 0. 0-ден санды азайта алмаймыз. 1000-дықтан 1-ін жүздікке, жүздіктен 10-дыққа, 10-дықтан бірлікке береміз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4. 9-дан 7-ні азайтсақ неше болады? Дұрыс айтасыңдар. 2. 9-дан 8-ді азайтсақ 1 қалады. А-ның мәні 124-ке тең. Бірінші теңдеуге қою арқылы тексеріп көрелік. 1000
Азайту 124 тең 146 көбейту 6. Мыңнан 124 азайтайық. Мың азайту 124. Мың санында 0 бірлік, 0 ондық, 0 жүздік болғандықтан, мыңдықтан бірін жүздікке, жүздіктен ондыққа, ондықтан бірлікке береміз. 10-нан 4 азайтсақ 6, 9-дан 2-ні азайтсақ 7, 9-дан 1-ді азайтсақ 8 шығады. Теңдіктің сол жағында 876, теңдіктің оң жағында 876. Теңдіктің екі жағындағы сандар бір-біріне тең балалар. Осымен 4-ші тапсырма толықтай аяқталды.